Елордада полиция жұмысының қазақстандық сервистік моделі, перспективалары және даму стратегиясы атты халықаралық құқықтық форум өтті. Шараны Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасымен және құқықтық саясатты зерттеу орталығы қоғамдық қорымен бірлесіп, Еуропалық одақтың қаржылық қолдауымен ұйымдастырды. Форумда сервистік полиция моделі талқыланды. Халық пен ішкі істер саласы қызметкерінің арасында тығыз қарым-қатынас орнатудың оңтайлы әдістері мен әлемдік тәжірибелерге шолу жасалды. Ішкі істер министрі полицияның сервистік моделіне сипаттама берді. Сервистік модель деген күнделік жұмыс. Ол өлшемдерді өзгерту. Ол халыққа жақын болып, халықтың үнін тыңдап, халықтың қойып атқан талаптарына сәйкес болып, соны жұмыс істеу. Ол салдарынан емес, себебімен мынау проблеманы шешуге бағытталған модель дейміз. Елімізде сервистік полиция бойынша пилоттық жобалар Нұр-Сұлтан мен Қарағанды қалаларында жүзеге асты. Онда атқарылған жұмыстың қорытындысы шығарылды. Жалпы жұмыстың сервистік моделіне көшу ішкі істер органдарының, жергілікті атқарушы биліктің және халықтың өзара серіктестігін күшейтуді көздейді. Министрлікке осы форумды ұйымдастырылғанына рахмет айтамыз. Өткен жылы біз Алматы ауданында осы пилоттық жобаны бастадық. Жаңа спикерлер айтқандай, мысалға тек қана учаскелік инспекторды танымалдылығы 3 есеге артты. Демек, біз кері байланысты күшейттік. 4 учаскелік бекетте 40-қа жуық учаскелік инспекторлар осы жұмыста жұмылдырылды. Соның нәтижесінде біз кері байланысты күшейтіп, жақсы нәтиже көргеннен кейін екінші кезеңге өтуді министрлік шешім қабылдап, жергілікті полиция осы әкімшілікке тікелей қатысы бар болғаннан кейін бірге атқарып жатырмыз. Шетелдік сарапшылар өз тәжірибелерімен бөлісіп, халықаралық жүйелерді талқылап, қазақстандық сервистік полицияға қатысты пікірлерін білдірді. У нас сегодня 27 стран-членов. Я вижу некоторых из наших коллег. Бүгінгі таңда бізге 27 мемлекет мүше, бұл 450 миллион адамнан тұратын блок. Мүше елдердің әрқайсысында көптеген тәжірибелі модельдер бар. Жаңа Қазақстанда құруда біз осы үрдістердің бір бөлігі болғанымызға және Еуропалық одақпен біздің мүше елдердің озық тәжірибелерімен бөлісіп, көмектескенімізге қуаныштымыз. Қазақстан полициясы мен заң жүйесі билік моделінен бас тартып, қызмет көрсету үлгісіне көшуге тырысуда. Бұл ең алдымен сапаны бағалау. Шараға депутаттар, азаматтық және академиялық қоғамның, сот және құқық қорғау органдарының, халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Оларда ортақ мәселеге қатысты сауалдарын қойып, жауап алды. Вот сегодня вы послушали наших коллег с Латвии. Бүгін Латвиядан, Голландиядан байланысқа шыққан әріптестерімізді тыңдадық. Олар қауіпсіздік қызметкерлер арасында қызмет көрсету үлгісінің жаңа моделін енгізе бастағанын естідік. Неге? Өйткені күн тәртібінде екі мәселе бар. Бұл мемлекеттік органдар мен азаматтар арасындағы байланыс. Демек, мәселе бар. Қазір халықпен кім жиі араласады? Кімнің ісі көрінбей үнемі сыналады? Ол учаскелік полиция. Сондықтан бұл екі жоба да учаскелік полициядан басталады. Мемлекет басшысының өзі учаскелік полиция қызметкеріне басымдық беріп отыр. Мұнымен полиция жұмысының сервистік моделі аяқталады деген сөз емес. Осы жерден бастау алады. Ведомство басшысы сервистік модель ішкі істер органдарын жетілдіру бойынша жергілікті жерлерде полиция жұмысының сапасын арттыруға ықпал ететінін айтты. Әбден зерделеніп, қолға алынған қанатқақты жобалар еліміздің әр өңірінде жалғасады. Бұл ел болашағы үшін маңызды бастамалардың бірі. Бастама басы жақсы, аяғы да дұрыс болу керек деп ойлаймын. Бүгінгі таңда міне біз қарап отырмыз өлшемдерді өзгерту. Бүгін жаңағы айтып отырмыз 102 цифралық бүгінгі жағдай. Біз 10 миллион деп отырмыз, 10 миллион қоңырау соғады. Ертең 8 миллион болса, 7 миллион болса, 6 миллион болса сол қоңырау соғылған. Сонда халықтың көкейтесті мәселесін шешкен емес біз бе? Осы біз оны қорқамыз, ойбай, оны ешкім бағаламайды, ешкім көрмейді деп. Көреді. Көрмеймін деген адам түйенді көрмейді дейді. Бірақ та мұны халық осы сенетін халық, құқық бұзбайтын халық, ертең болашағын ойлайтын халық. Ол сенеді, ол көреді. Сондықтан бізге төзімдік керек, шыдамдық керек. Осы орта жолдан бастамамыздан қайтпай, аяғына кейін, түбіне кейін жетуіміз керек. Ал жету үшін сіздердің бізге көмектеріңіз, қолдауларыңыз керек. Өздеріміз үшін жасаймыз, өзіміздің болашағымыз үшін жасаймыз, өздеріміздің ұрымтағымыз үшін жасаймыз бұл. Келешегіміз үшін.